Ең бірінші сторисбук дегеніміз не? Сторисбук дегеніміз осындай авторлық кітап. Оны сіз кез келген өзіңіздің пәніңіз бойынша жасай аласыз. Ол мүмкін мультфильм жанрында болуы мүмкін, тарих, қандай да бір жердің тарихы бойынша болуы мүмкін, бір оқиға туралы, бір ертегі туралы болуы мүмкін. Яғни сіз өз пәніңізге ыңғайлап осындай өзіңіздің авторлық кітабыңызды жасай аласыз. Мысалы, мен өзімнің география пәні бойынша жасаған Шығыс Қазақстан облысындағы жер су атауларының шығу тарихы бойынша өзімнің авторлық кітабымды жасадым. Яғни бұл жерде әртүрлі жер су атаулары бойынша, шығу тарихы бойынша тоқталамыз. Мысалы, Маңырақ тауының аңызы, бұл осындай жасалынған авторлық кітап, яғни бұл жерде суреті беріледі, сонымен қатар өзінің сипаттамасы берілетін болады. Міне осындай жасалатын авторлық кітап. Енді осыны жасау үшін бізге ең бірінші Google қажет болады. Google немесе ChatGPT, ол өз ыңғайыңызға қарай. Және де ChatGPT міндетті түрде керек болады. Сонымен қатар Google Gemini керек болады. Мен ChatGPT қайтадан жаңадан ашайын. Енді сіз бұл сторисбук кітабын жасау үшін ең бірінші Google-дан өзіңізге қажетті бір ақпаратты дайындап алуыңыз қажет. Мен міне Зайсан көлінің атауының шығу тегі бойынша осындай қысқаша тарихын тауып дайындап қойдым. Осыны копировать етіп аламыз. ChatGPT-ге барып, ChatGPT-ге осыны вставить етіп қоямыз да, осының астына жазатын боламыз. Осы ақпарат бойынша сторисбук дайындаймын. Соған қысқартып бер деп жазамыз, және ағылшынша промптында қос деп жазамыз. Осыны жібереміз. Яғни ChatGPT бізге берілген ақпаратты қысқартып кітап жасауға ыңғайландырып, сонымен қатар ағылшынша промптында жасап беретін болады. Міне сторисбукке қысқаша мәтін деп, жаңағы берілген мәтінді бізге қысқартып жасап береді. Астында осындай ағылшынша промпты да дайындалып беретін болады. Енді осы ChatGPT-дің берген ақпаратын копировать етіп алып, Gemini-ға барамыз. Gemini-ға кіресіздер өздеріңіз. Енді Gemini-дің мына шетінде 3 сызық бар. Осы 3 сызықты бассақ, бізге сторисбук деген батырма шығады. Міне сторисбук деп шығады. Міндетті түрде осыны басамыз, және де жаңағы ChatGPT-дің берген ақпаратын осы жерге қойып жібереміз. Жібергеннен кейін 1 минуттай, 2 минуттай уақыт тосасыздар, және де бұл бізге міне осындай сторисбук кітабын дайындап беретін болады. Міне дайындап жатыр, біраз тосамыз. Міне жаңағындай бізге жіберген мәлімет бойынша, промпт бойынша бізге осындай Жайсан, жүректі Зайсан деген кітап дайындап берді. Яғни бұл жерде сіздің жіберген ақпаратыңыз бойынша Gemini өзі тақырыпты таңдап, өзі суреттің бәрін таңдап, сіздерге жеке бетке жасап беретін болады. Ең бірінші плюсы автор деп бірден кітапта жазылып тұратын болады. Яғни сіз кез келген жерде өзіңіздің дайындағаныңызды дәлелдей аласыз, және де кез келген бетінде автор жазылып тұрады. Міне бұл жерде осылай бұны міне үлкейтіп көруге де болады. Осындай міне Зайсан көлінің шығу тарихы бойынша осындай кітап дайындалды. Бұл бастауыш сынып оқушыларына, 5-6 сынып оқушыларына бергенге, солармен жұмыс жасағанға өте күшті әдіс болып табылады. Сонымен қатар бұны скачать етіп аламыз. Скачать етіп алып, оны шығарып, өзіңіз переплет жасап, кітап ретінде шығарсаңыз да болады, немесе поделиться батырмасын басып, бұл жерде міне ссылкасын береді, сіздерге ссылкасын қойып, өздеріңізде қолдансаңыздар болады. Ссылкасымен бөліссеңіздер де болады.